Құрметті респонденттер, сіздің назарларыңызға бірті еңбек бойынша есеп кезеңділігі 90-дық жалпы мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі видеонұсқаулықты ұсынамыз. Статистикалық нысанды 3w.stat.gov.kz сайтындағы респонденттерге бөлімнен алуға болады. Титулдық парақтың жоғарғы бөліміне статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт сағатпен толтырылады. Төменгі бөлігіне есепті кезең мен мекеменің БСН коды көрсетіледі. Бірті статистикалық нысанын екі шағын кәсіпорын қызметі туралы статистикалық нысаны бойынша есеп беретіндерден басқа барлық заңды тұлғалар және олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады. Заңды тұлғалар өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асырса, статистикалық нысанды әрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады. Яғни деректер қызмет жүзеге асырылатын аумақ бойынша көрсетілуі тиіс. Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 10-шы күнге дейін, яғни 10-шы сәуір, 10-шы шілде, 10-шы қазан, 10-шы қаңтар. Енді бірті 90-дық нысанды толтыру бөліміне көшеміз. Бірінші бөлімде заңды тұлғаның, бөлімшенің нақты орналасқан орнын көрсетіңіз. Оның тіркелген жеріне қарамастан облыс, қала, аудан, елді мекен және заңды тұлғаның, бөлімшенің нақты жүзеге асырылатын экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын экономикалық қызмет түрінің номенклатурасына сәйкес көрсетіңіз. Екінші бөлімде қызметкерлер саны және жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз. Бірінші бағанға есепті 90, екінші бағанға жыл басынан толтырылады. Бірінші жол есепті кезеңге орташа қызметкерлердің тізімдік саны барлығы адам. Бірінші жол одан негізгі қызмет персоналының саны адам. Екінші жол қызметкерлердің нақты саны орташа жалақыны есептеу үшін қабылданған адам. Бірінші жол одан негізгі қызмет персоналының саны адам. Үшінші жол қызметкерлердің жалақы қоры барлығы 1000 теңге ондық белгімен. Бірінші жол одан негізгі қызмет персоналы 1000 теңге ондық белгімен. Төртінші жол бір қызметкерлердің орташа айлық атаулы жалақысы теңге. Бірінші жол одан негізгі қызмет персоналы теңге. Бесінші жол барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген адам сағат саны 1000 адам сағат ондық белгімен. Үшінші бөлімде жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары және толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректер көрсетіледі. Бірінші бағанда есепті 90-ға, есепті кезеңнен басына қызметкерлердің тізімдік саны, жұмысқа қабылданғандар, себепке байланысты жұмыстан шыққандар және есепті кезеңнің соңына қалған қызметкерлер толтырады. Екінші бағанға жыл басынан тізімдік саны, яғни бірінші жолдағы екінші баған жыл бойына өзгермей тұрады. Соңғы бетте кәсіпорынның атауы, мекен-жайы, электрондық почта мекен-жайы және телефоны көрсетіледі. Бірті 90-дық статистикалық нысанды толтыру бойынша сұрақтарыңызды Маңғыстау облысы статистика департаментінің еңбек және халықты жұмыспен қамту статистика басқармасының 31 91 77 телефонына хабарласуыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.